Сәлем құрметті ютуберлер. Бүгін біз фотографтар, немесе студенттер, кез келген адам, бір сөзбен айтқан жоқ, кез келген адам емес, идеялары бар адамдар, немесе басқа біреудің идеяларын сәл өзгеріске ендіріп, соны жаңа идея алып келе алатын адамдарға ютубтан қалай айына $1000 немесе $10,000 табуға мүмкіндігі бар жолдарын осы жерде айтатын боламын. Және бұл каналда тек қана адал табыс туралы айтамын, сондықтан да каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және лайкты да алдын ала қойып қойсаңыздар болады, өйткені бұл 100% жұмыс жасайтын схема. Мен комментарияларды ақтарып отырып, керемет бір каналға жолықтым. Сөйтіп, Диас Ханжанов деген өте позитивный, ішінде эмоциялар да бар. Ойламаңыздар, мен пиар немесе жарнама жасап жатырмын деп. Көзім түскені шынымен өте сапалы видео, дауысы анық. Диас Ханжанов, құттықтаймын, сен өте дұрыс жолда келе жатсың. Қарапайым әрекеттер арқылы осындай керемет сурет шығаратын жолды көрсетті. Оған мен ризамын. Өте керемет контент. Енді Диас және Диастың әріптестері, коллегалары, сол бағытта жұмыс жасап жатқан адамдар, сондай идеясы бар әртүрлі. Сіздер шын мәнісінде қазақ тілді аудиториядан көп просмотр жинамайсыздар. Сіздер жарайды 10 видео салдыңыздар делік. 10 видеоның әрқайсысын қазақтар қызығып, сурет түсіруге қызығып кетті. Енді 16 миллион адамның біразы қызығып кетті деп таңғажайып оқиға орын алды деп есептейік. Және сол 10 видеоңыз 100 000 просмотрдан жинап, общий 1 миллион просмотр жинадыңыз. Ішіндегі реклама көрсетілген үшін сізге түсетін пайда $300. Орта есеппен алғанда 400 болып қалуы мүмкін, бірақ 200 бен 300-дің аралығында. Ол сіздер қаншама еңбек құрттыңыздар, қаншама уақыт кетті оған, және алатыныңыз $300. Енді мен сіздерге бір керемет басқа мүмкіндік айтайын. Ол мүмкіндіктің аты тілсіз контент. Яғни ол жерде сіздер видео түсіресіздер, бірақ оның ішінде сіздер сөйлемейсіздер. Оның плюстары көп. Сіздің видеоңызды бүкіл әлем көре алады. Екінші плюсы Америкадан, Германиядан, Франциядан, Европадан, яғни бір сөзбен айтқанда Канададан көбірек адам көретін болса, сіздің видеоңызға 10 есе, 20 есе көбірек ақша төлейді рекламадан түсетін ақшаға. 1 миллион просмотр жинасаңыз, $3,000 аласыз. Минимум $3,000-5,000 аласыз. Енді сіздер сұрақ туады, оларға қалай түсіндіреміз, оны қалай не жасасақ болады деп. Мен сіздерге бір ең простой пример келтірейін. YouTube-та ашамыз. Фото ideas деп. Мінекей. Көрдіңіздер. Қарап отырсаңыз, on photography ideas at home дейді. Диас екеуміз ағылшынша өте керемет сөйлейміз, сондықтан бізге сене беріңіздер. Бірақ видеода олай сөйлемеңіздер. Мінекей, ашып жатырмын. 3-ақ видеоны аштым. Бұлардың мінекей, қарап отырсаңыз, бір күн бұрын салынған видеосы бір каналдың 123 000 просмотр. 4 миллион 200 000. Яғни бұл тема тілсіз контент өте қызық. Мінекей өтіп жатырмыз. Мына жерде авторлар көрсетіп жатыр қалай не түсіріп жатқандарын, мінекей. Қалай жүзеге асырғандарын сол түсіретіндерін. Қаншама идеялар бар. Мінекей, особенно Диаста сондай идея тола екеніне мен сенімдімін. Жай ғана музыкалардың және сол ойлаған нәрсені түсірумен қалай жүзеге асырғанын түсіре отырып, айына $3,000-дан $30,000-ға шейін ақша жасауға болады. Және тағы бір керемет плюсы оның Daily Art Box деген каналға кірдім. Ол канале дегенді бастым. Қарасаңыз, мінекей, описаниясы ағылшын тілінде. Сіздерде сұрақ туады, мына жерде неге орысша жазылған деп аты. Өйткені YouTube-та керемет функция бар. Видео саласыз, оны Россияда көретін болса, Қазақстанда көретін болса, ол орысша жазумен тұрса болады. Ағылшын тілді аудиторияда көретін болса, ол өз тілінде, ағылшын тілінде тұрады. Францияда көретін болса, француз тілінде тұратындай етіп настройка жасап қойсаңыз болады. Әр тілге бөлек-бөлек. Бір видеомен бүкіл әлемнен ақша жинай аласыз. Қазақша түсірген контенттен көп ақша жасай алмайсыз. Бірақ енді мен секілді қазақтар білім алсын, көрсін, үйренсін деп жасайтын болсаңыз, әрине, нұр үстінен нұр, оны жасай беріңіз.
Бірақ бағанағыдай айткандай бүкіл әлемге көрсететін видео жасау керек. Және бұл идея тек қана бұл фотоны қалай түсіру туралы идеялар емес, бана иттер, мысықтар туралы видеолар көп просмотр жинайды, өйткені оны бүкіл әлем көреді. Ол жерде тіл керегі жоқ. Тек қана соны түсіріп жүр, немесе балалар ойнап жатқан деген секілді. Және олар дұрыс түсіруді білу керек. Дұрыс цветовой композиция болады ішінде, цветовой гамма болады. Солар дұрыс қолдану керек. Біздің сабақтарда ол туралы толық айтамыз. Ал одан кейін екінші мәселе, қазақша видеоларды түсірдіңіз, таныстарыңызға, мұғаліміңізге, достарыңызға, ата-анаңызға, ініңізге, балаңызға жолдадыңыз, ары қарай тарат деп. Ал оларды ағылшын тіліндегін қалай ары қарай дамытасыз? Оны сол аудиторияға, ағылшын аудиториясына қалай көрсетесіз? Вот сол проблема туады сіздерде. Оған еш уайымдаудың қажеті жоқ. Енді кішкене ақша кетеді, 20-30 мың теңге кетуі мүмкін, бірақ сіздің видеоңызды бүкіл әлем көре бастайды. Тура өзіңіз рекламаны қалай көресіз? Жарнамалар, пропустить деген кнопкасы бар. Тура солай жарнама шығарасыз, немесе қасынан баннер шығарасыз. Ол үшін мінекей ads.google.com деген сайт бар. Google'дың өзінің официальный сайты. Сол жерде видеоларыңызды жарнамалайсыз басқа елдерге, басқа нелер көрсетуге. Мінекей қарап отырсаңыз, көбіміз күніне $1 бюджет қойып қойсаңыз, мінекей мен осы уақытқа дейін 198 мың показ жасағам, соның ішінде 15 мың рет көрген. Ол ішіндегі жартысы қазақша каналдарымыз, жаңадан шыққан видеоларымды көрсеткем жарнама арқылы. Ал мына қалғандары шетел тіліне арналған контенттер. Яғни видеоңызды қанша рет пропустить дегенді шығарған, және қанша адам көрген оны. Соның бәрін ол жерде көрсетіліп тұр. Енді бұл настройкасын үйретудің өзі жарты сағат, 1 сағаттық уақыт, сондықтан да егерде толық мәлімет алғыңыз келсе, толық настройкасын қалай шетелге көрсетесіз видеоларыңызды, сол туралы білгіңіз келсе, астында сілтеме бар, біздің арнайы командаға қосылу. Сол жерде арнайы сабақтар бар сіздерге арналған. Соларға дәл қазір қатысып, сапалы білім аласыз. Бағасы қымбат емес, 5 мың теңгеден, 10 мың теңгеден қалай дұрыс видео түсіру керек, қалай дұрыс монтаж жасау керек, қалай дұрыс настройка жасау керек. Яғни сондағыз бір 10 мың теңге жұмсап, 100 мың, 300 мың, 500 мың, 1 миллион теңгеде табуға болады. Және оған біздің мамандар көмектеседі. Оның ішінде мен де бармын, мен де үйретем. Күніне 10 адам заявка беруде. Және ол каналдар үлкен жетістікке жетіп жатыр. Сіз де солардың қатарында болыңыздар. Және сіздердің таныстарыңыздың арасында ағылшын тілін білетіндер болса, фотографтар болса, жай ғана бана креативный ой өрісі, ойлау қабілеті басқа адамдар болатын болса, міндетті түрде осы видеоны жіберіңіз. Өзінің мүмкіндігін жіберіп алмасын, және лайк қойыңыз, ұнамаса дизлайк қойыңыз. Сол арқылы мен білетін болам, бұл видео өте ма, өтпей ма. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Сразу хит-бол, мендегі ик-бол, бәріңе тип-бол, сендегі тик-ток, сразу хит-бол. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайықта.